Қайырлы күн, құрметті көрерменім. Менің каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бірге Азиза. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше дәмді, жұп-жұқа болып шығатын, бір жасағаннан ақ ұқсайтын ерекше блинныйдың рецептімен бөліскелі отырмын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, жасап көріңізге кеңес беремін. Ең алдымен сүт, жұмыртқа, қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше араластырамыз. Сосын осы массамыздың үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз, жақсылап тұрып. Ұнымызды елегіштен өткізіп, қосамыз. Үстіне жарты шай қасық разрыхлитель қосамыз. Қопсытқышымызды қосып, онымен бірге елегіштен өткізіп, осылай массамызға қосамыз. Сосын бұл массамызды жақсылап араластырамыз. Оның түйіршіктеліп қалған түйіршіктері болмауы керек. Бір келкі масса болғанға дейін әбден дұрыстап араластырып алыңыз. Және бұл массаға қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Және де араластырамыз. Табамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған табада осылай жарты шөміштен құйып отырып, пісіріп аламыз, екі бетін қызартып. Табамызға жабысып қалмайды. Бір істегеннен әрине ұқсайды. Бұрында жасап көрмеген адамдарда бұны бір жасағаннан істей алады. Өзім осы рецепт арқылы істеп жүрмін. Дәл осы рецепт арқылы істесеңіз, сізде де бірінші жасағаннан ұқсайтынына сенімдімін. Толық рецепттің толық мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын, қарап көріңіз. Өз отбасыңызға және балаларыңызға жасап беріңіз. Және дәл қазіргі кезде сәресіне істеп қойсаңыздар, жеңіл, өте дәмді ас болып кетеді. Шетінен балаларым жеп үлгеріп жүр, мен толық пісіріп алам дегенше. Мінекей, біздің блинниларымыз дайын болды. Аз ғана мөлшердегі заттардан осылай көп блинный шықты. Құймағымыз дайын, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұп-жұқа, әдемі болып шығады. Балаларыңыз қуанып қалады. Жұп-жұқа көріп тұрғандарыңыздай тесікшелері бар, әп-әдемі болып шықты. Енді бұл құймағымыздың арасына мен 20% қаймақты жағып шықтым. Арасына қалаған заттарыңызды, ірімшік, сгущенка, қалаған заттарыңызды салып жесеңіздер болады. Немесе жай өзін шаймен ішсеңіздер де өте керемет дәмді болып кетеді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы сіздерге оңай және тез дайын болатын рецептермен жиі бөлісіп отыруға тырысамын. Қолдауларыңызға рахмет. Каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге Азиза. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.